тақырыбымыз Нарынқұм зауалының екінші тақырыбына келіп отыр. Бүгінгі сабағымызды осы Нарынқұм зауалы балладасындағы кейіпкерлерге арнамақшымыз. Суретте екінші бөлімнің кейіпкерлері көрсетілген, яғни әкесі мен ұлы. Бұл кім екен суреттен ақ сіздер оқиға желісінен біліп отырсыздар. Яғни Махамбеттің басын алған жас жігіт пен оның әкесі мына қолындағы ішік. Махамбеттің басын алғанға берілген, соған сый-сияпат ретінде берілген, Баймағамбет сұлтанның берген ішігі болатын. Алтын жіппен әдіптелген жағасы, сұр ішікті тастай салды баласы деген өлең жолдары естеріңізде болса керек. Оқушылар, кітаптарыңыздың, оқулықтарыңыздың 142-ші бетін аша қойыңыздар. Сол жерде талдау жұмыстары бар. Сіздер оқиғамен барлығымен толықтай таныссыздар. Бірінші бөлім Махамбеттің соңғы сөзі бөлімімен алдыңғы сабақта танысып өткен болатынбыз. Сіздерге осы шығарманың соңына дейін оқу, аудио кітабын оқу ұсынылған болатын. Аудио кітабын тыңдау видеоның астында сілтеме болған. Барлығыңыз таныстыңыздар деген ойдамын. Оқулықтарыңыздың 148-ші, сіздердің қолдарыңыздағы кітаптың 148-ші бетін ашсаңыздар, осындай тапсырмалар бар. Мұндағы екінші тапсырма өлеңнің көріктеу құралдарын тауып талдаңдар дейді. Мынадай кесте берілген. Реттік нөмірі, өлеңнен мысал және көркемдік құралдар. Осы балладада кездесетін, яғни ұзақ өлеңде, оқиғаға құрылған ұзақ өлеңде кездесетін көркемдік құралдардың атаулары жазылып тұр. Бұл сіздерге үлкен подсказка десе де болады. Өйткені қай көркемдік құрал бар екен, қайсысы жоқ екен деп ойланып отырғанша, мына жерде тізімі тұр. Осы бойынша сіздер таба қойсаңыздар болады. Есімізге түсіріп жіберейік. Аллитерация тұр. Бірінші кезекте аллитерация дегеніміз қандай дыбыстардың қайталанып келуі, дауыссыз дыбыстардың қайталанып келуі, ал ассонанс дегеніміз дауысты дыбыстардың қайталанып келуі. Одан кейін метафора тұр. Метафораны барлығымыз білеміз. Метафора ақындардың өте сүйікті көркемдік құралдарының бірі. Грекше метафора ауыстырып қою деген мағынаны білдіреді. Екі нәрсені немесе екі құбылысты салыстыру негізінде астарлы тың мағына беретін бейнелі сөз немесе сөз тіркесі. Мысалы, арыстанмын айбатыма кім шыдар десе, өзін арыстанмен салыстырып, басқаша бейнелі мағына беріп тұр. Осындай өлеңнен осындай мысалдарды іздеуге тырысыңыздар. Одан кейін берілген көркемдік құрал эпитет. Эпитет ең оңай тәсілі. Сіздерде орыс тілінде алтын уақыт және алтын сағат, алтын жапырақ деген үш түрлі қолданысты беру арқылы түсіндіріледі. Мысалы, алтын сағат тура мағынасында тұр, ал осы жерде алтын уақыт дегеніміз бейнелі түрде, немесе алтын жапырақ десек бейнелі мағынада береді. Осындай бейнелі образды, суретті сөз тудырса, ол эпитет болып табылады. Одан кейін риторикалық сұрақ. Риторикалық сұрақпен де сіздер таныссыздар. Риторикалық сұрақ дегеніміз шешендік сұрақ. Әсерін арттыру үшін, осы шығармаға ерекше рең беру үшін, оқырманға ерекше әсер ету үшін, оны ойландырып толғандыру үшін арнайы қойылатын сұрақтарды риторикалық сұрақ дейді. Одан кейін эпифра мен анафра. Ол қайталаулар, оны сіздер білесіздер. Анафра өлең жолының әр тармағында қайталанып бастауы, яғни анафра бастапқыға деп атайды, ал эпифраны соңғы қайталау деп айтады. Сөздердің өлең жолдарындағы сөздердің соңғы сөздердің қайталанып келуі, қайталанып аяқталуы. Бұндай мысалдар өте көп. Балладаның ішінде осыны тауып дәптерлеріңізге жазыңыздар. Одан кейінгі тапсырма, 4-ші тапсырма. Көріп тұрғандарыңыздай баллада кейіпкерлеріне мінездеме беріңіздер дейді. Бар болған 3 кейіпкер: Махамбет, әкесі және баласы. Бірінші бөлімде Махамбет, Махамбеттің соңғы сөзі бөлімде Махамбеттің қандай екені, мінезі ашылады, ал екінші бөлімде, әке үкімі бөлімінде әкесі мен баласының диалогы арқылы
олардың іс-әрекеті арқылы оларға мінездеме беруге болады. Алдыңғы сабағымызда біз мына Махамбетке мінездеменің шет жағасын айтып кеткен болатынбыз. Оның айтқан сөзі арқылы ол кім үшін күрескен, не үшін күрескен, не үшін ұлт-азаттық көтеріліске шыққан, не үшін мына Баймағамбет сұлтанға қарсы шыққан. Түсе отырып, мына мінезі деген жерге ол қандай азамат, қандай батыр болған, соны осы жерге жазамыз және шығармадан үзінді келтіріп дәлелдейміз. 2 жол жасасаңыздар жеткілікті болады. Енді келесі тапсырма, 5-ші тапсырма. Бұл жерде біз өткен Батыр баян деген поэманы өткенбіз, естеріңізде болса 3-ші тоқсанда. Баян мен Ноян туралы, Қалмақ қызы туралы естеріңізге түсіп жатқан болар, иә. Сол Батыр баян поэмасындағы Баян мен Нарынқұм зауалы балладасында әкенің іс-әрекетін салыстырыңдар. Не себепті олар өз бауыры мен баласына қатал үкім шығарды? Халық ел намысы дегенді қалай түсінесіңдер? Мысалы, Батыр баян поэмасында Баян батыр өз інісін өзі өлтірген болады, не? Ноянды өлтірген болады. Нешін өлтіріп еді? Нешін садақ тартып өлтірді? Өзінің туған бауырын. Қалмақ қызының артынан жаудың қолына кеткен үшін өлтіріп еді, бүкіл халықтың, елдің намысы үшін, жаудың қолына бара жатқан бауыр үшін сондай қам жеп, сол үшін намыстанып, арланып, сол үшін інісін атып өлтірген болатын. Ал осы Нарынқұм балладасында әкесі баласын неге қатал үкім шығарып, неге оны жазалады? Біздің шығармамыздың да аты солай еді ғой, Нарынқұм зауалы. Зауал деген сөздің мағынасын жаза деп түсіндірген болатынбыз, иә, өткен сабақта. Шығарманың соңы қалай аяқталушы еді? Нарынқұм зауалы шығармасының соңы. Екеуі ең соңында мынадай өлең жолдармен аяқталады ғой, естеріңізге түсіріп ойланып отырыңыздар, не жазатындарыңызды. Балам, үміт қазығымның өлшемі, өзің едің, қайғым болдың еңселі, басына шық, кәне мына төбенің, осы арада қалдырамын мен сені. Қараладың қасиетті мекенді, жараладың, тұрмастай ғып әкеңді, мына жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді. Мүмкін сонда ұғынарсың қатеңді. Кім аяққа басса заңын даланың, ұмытқаны қатал тарих сабағын. Кешір мені, таусылды бар амалым, дала заңы, баба заңы қарағым, деп әкесі қолына алды садағын. Дәл осы екі шығарманың соңғы сәттері, шешуші сәттері, яғни шығарманың шешімі өте қатты ұқсас болып тұр. Әкесі неге бұндай қадамға барды? Баласы қандай кінә жасақ қойып еді? Баласы не істеді? Махамбетке не қатысы бар? Соны естеріңізге түсіре отырып, осы 3 тапсырманы орындаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.